Эден Азар Бельгия құрамасындағы мансабын аяқтауы мүмкін. Реал Бруно Фернандешке қызығушылық танытуда. Таңғалдырудан жалықпаған әлем чемпионаты. Осы және өзге де футбол жаңалықтары біздің бүгінгі шығарылымда. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Видеоны бастамастан бұрын қазақ тіліндегі футбол туралы қызықты видеолар шығаратын YouTube арнаны қолдау мақсатында біздің арнамызға жазылып және видеоға лайк басуларыңызды сұраймыз. Су жаңа видеоларды өткізіп алмасы үшін қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал олай болса, біз бастаймыз. Реалдың шабуылшысы Эден Азар Бельгия құрамасынан кету жағын ойлануда деп мәлімдеуде Марка баспасы. Ақпараттарға сәйкес ойыншы осы мәселе жайында жақын арада өз айналасындағылармен ақылдасып ойланып көрмекші. Шабуылшы өз құрамасының топтық кезеңнен аса алмай, турнирді өте сәтсіз аяқтағанына қатты қапаланған. 32 жастағы Азар Бельгия сапында 2008 жылдан бері ойнап келеді. Оның еншісінде 126 өткізілген кездесуде 33 голы, сондай-ақ 36 нәтижелі пасы бар. Кеше Швейцария мен Сербия құрамалары өте тартысты ойын өткізіп, Шакири бастаған құрама 3-2 есебімен маңызды жеңіске қол жеткізді. Және бұл жеңістің арқасында олар келесі кезеңге өтті. Бұған параллель болған ойында Бразилия құрамасы сенсациялы түрде Камерун құрамасынан 0-1 есебімен жеңіліп қалды. Бұл әлем чемпионаты бізді таңғалдырудан жалғар емес. Қаншама сенсацияларға куә болдық. Сауд Арабиясы Аргентинаны, Тунис Францияны, ал енді міне Камерун Бразилияны жеңіп отыр. Сонымен қоса айта кетерлігі, әлем чемпионатының тарихында алғаш рет ешқандай құрама топтық кезеңде 9 ұпайды жинай алмай қалып отыр. Осымен топтық кезең аяқталды. 8-1 финалдық кезеңде кімнің кіммен жолығатыны анық белгілі болды. Мадридтік Реал клубы Манчестер Юнайтедтің жартылай қорғаушысы Бруно Фернандешке қызығушылық танытуда. Осы жайында Рекорд баспасы хабарлауда. Баспаның мәліметіне сүйенсек, патшалық ұжым ойыншыны келесі жазда өз саптарына қосып алу нұсқасын қарастыруда. Трансфер соммасы шамамен 75 миллион еуроны құрауы мүмкін. Осы маусымда 28 матчқа қатысқан 28 жасар ойыншы 6 гол және 6 нәтижелі пасты еншіледі. Оның ағылшындық клубпен келісімі 2026 жылдың жазына дейін жарамды. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендер назарларыңызда. Өнер көрсеткен клубтары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? Әлем чемпионатының топтық кезеңінің 4-ші турлық соңғы ойындары қарсаңда Португалия құрамасы көтпеген жерден Оңтүстік Корея құрамасына 1-2 есебімен есе жіберді. Ал бұған параллель ойында уругвайлықтар Гананы 2-0 есебімен жеңген болатын. Дегенмен доп айырмасының көрсеткіші бойынша Корея құрамасы келесі кезеңге өтті. Өкінішке орай Уругвай үшін бұл әлем чемпионаты өте ерте аяқталып отыр. Бәрінен де өзінің ең соңғы әлем чемпионаты болған Луис Суарес үшін өкінішті, әрі аянышты болды. Ойынның соңынан кейін оның тоқтамай жылағаны байқалды. Португалия құрамасының шабуылшысы Криштиану Роналду үшін бұл әлем чемпионаты айтарлықтай керемет өтіп жатыр деуге келмейді. Ол кешегі ойындағы алаңдағы ең нашар ойын өткізген футболшылардан бірі болды. Әзірге оның еншісінде Ганаға соққан бір ғана голы бар. Оның өзі пенальтиден соғылған. Егер 37 жасар шабуылшы енді қалған ойындарда өзін таныта алмаса, мансабына нүкте қойылады деп айта берсек болатында шығар. Аргентина құрамасының капитаны Лионель Месси өткен Польшамен болған ойында пенальти соғылмағаны және Австралиямен өтетін кездесу жайында сөз қозғады. Қуанышқа орай менің қателігімнен кейін команда көшейіп мықты ойнай алды. Бірінші гол соғылғаннан кейін ойынның жағдайы өзгеретінін жақсы түсіндік. Австралиямен болатын ойынға келсек, ол қиын болғалы тұр. Әлем чемпионатында кез келген команда жеңіп кете алады. Плей-оффтан бастап біз үшін жаңа әлем чемпионаты басталады. Біз өткенде жасағанымызды әрі қарай жалғастырып кетуіміз керек, деген екен Лео Месси.
Барселонаның директоры Йорди Кройф каталондық клубтың ганалық жартылай қорғаушы Мохамед Кудусқа қызығып отырғанын мәлімдеді. Айтып өтсек, бұл ойыншы осы әлем чемпионатының топтық кезеңінде керемет ойындармен көзге түсе білді. Біз бір жылдан астам уақыт бойы Кудусты бақылап келеміз. Қазір мен Барселона оны сатып алуға дайын дей алмаймын. Дегенмен ол біздің қызығушылығымыздың қатарында. Мохамед көптеген голдарды соғады деген екен голландиялық маман Фабрицио Романоға берген сұхбатында. Мюнхендік Баварияның шабуылшысы Томас Мюллер көтпеген жерден құрамасындағы мансабының аяқталғаны мүмкін екенін жеткізді. Егер бұл менің ең соңғы ойыным болған болса, онда менің Германия құрамасының жанкүйерлеріне айтарым бар. Бұл керемет сәттерді бастан өткізіп, және өзімнің жүрегімді әр ойын сайын алаңда қалдырғаным, бұлар мен үшін үлкен ләззат болғанын айтқым келеді. Кей кездерде оңды нәтижелерге жету мүмкін болмағанына қарамастан, мен барлығын сүйіспеншілікпен жасадым деген екен немісті ойыншы. Жапониялық жанкүйерлер осының алдындағы Испаниямен болған ойыннан кейін стадионда қалып арттарынан қоқыстарды жинастыруға кіріскен. Азиялық құраманың жанкүйерлері көптеген фанаттардың аренадан әбден толықтай кеткендерін күтіп, содан соң олардың артынан жинастыруға кіріскен екен. Жапон жанкүйерлеріне тазалыққа басқа да елдің азаматтары да көмектескен делінуде. Арттарынан осылайша жинап тазалауда әдетке айналдырған жанкүйерлердің ерекше құрметіне орай бейнероликке бірден-бір лайктарыңызды басып қойсаңыздар болады. Жай ғана үлкен респект. Бельгия құрама командасының бас бапкері Роберто Мартинес Катардағы әлем чемпионаты кезіндегі сәтсіздіктен кейін қызметінен кету шешімін қабылдаған. Хорватияға қарсы болған ойын менің Бельгия тізгініндегі ең соңғы ойыным болды. Бұл өте эмоциялы сәт, бірақ мен жұмыс жасауды жалғастыра алмаймын. Мен ойыншылармен қоштастым. Мен кез келген жағдайда, тіпті әлем чемпионатын жеңіп алғанның өзінде де бәрібір кетуші едім. Мен бұл шешімді турнир басталғанға дейін қабылдап қойғанмын, деп айтқан екен 49 жастағы маман. Айта кетсек, Роберто Мартинес Бельгияны 2016 жылдан бері жаттықтырып келген болатын. Польшаның қақпашысы Шесна Войтек 8-1 финалдық кезеңдегі Франциямен өтетін матч алдындағы өзінің ойымен бөлісті. Дәл қазіргі сәтте олар әлемдегі ең үздік командалардың бірі. Біз 4-тік финалға өту үшін барымызды салып тырыспақпыз. Мбаппені тоқтатудың кілті дейсіз бе? Мен сол кілт болып табыламын, деген екен Польшаның голкипері. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.